Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте жұмсақ булочкидің рецептімен бөлісемін. Алма начинкасы қосылған булочкилар өте дәмді болып шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ең алдымен жылы сүтке қант және ашытқы салып, араластырып, бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Булочкиларымыздың әдемі болып көтерілуі тікелей осыған байланысты. Өйткені сүт пен ашытқы алмасып, осылай 2 есе көлемде көтеріледі. Оның үстіне тұз, бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Одан кейін сұйық май құямыз. Және де бір жұмыртқаны жарып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызға ұнды біртіндеп сала бастаймыз. Барлығын бірден қосуға болмайды. Осылай венчиктің көмегімен әр салынған ұнды араластырып тұрамыз. Қоюлана бастаған кезде венчикті алып, өзіміздің қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін сыртына кішкене сұйық май жағып қоямыз. Қамырдың бетін осылай пакетпен жауып, жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше енді начинкасын дайындаймыз. Алмамыздың қабығын толық ашып аламыз. Барлығын бірыңғай етіп, кубиктеп тураймыз. Енді ыдысымызға кішкене сары май салып, оның үстіне туралған алмамызды саламыз. Баяу отта 5-6 минут араластырып тұрамыз. Одан кейін үстіне қант салып, алманың соғы шыққанша араластырып тұрамыз. Осы жерде лимон шырынын қосып жерсеңіздер өте ерекше дәм береді. Болмаған жағдайда мен секілді лимонный кислотадан жарты шай қасық қосып жіберіңіздер. Алманың соғын тартып алу үшін кукурузный крахмал қосамыз. Начинкамыз суый берсін. Біз енді көтерілген қамырды алып, оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз.
Мен булочкаларды үлкен-үлкен қып жасаймын, сол себепті 9 бөлікке бөлдім. Ал сіздер кішірек қып жасайым десеңіздер, бұл жерде 18-20 шақты булочка шығаруға болады. Барлығын дөңгелектеп алған соң, бетін 15-20 минутқа жауып қоямыз. Олар көтеріліп, осылай әдемі болып ісінеді. Булочкаларымызды біртіндеп жая бастаймыз. Оқтауымызды алып, дәл видеодағыдай жайып шығамыз. Не бөлме температурасындағы сары майды осылай жағып шығамыз. Бір шетіне начинкамызды салып, жауып қоямыз. Одан кейін қалған шетіндегі қамырды кесіп аламыз. Егер бұндай құрал жоқ болса, пышақпен кессеңіздер де болады. Одан кейін булочкамызды орап, рогалики секілді айналдырамыз. Дайындап болған булочкалардың бетін жауып, тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде булочкалар өте әдемі болып ісінеді. Бетіне бір жұмыртқаның сарысын және бір ас қасық сүтті араластырып жағуға қолданамыз. Булочкаларымыз тағы да ісініп ұлғайды. Енді олардың бетіне жаңағы дайындаған жұмыртқамызды жағып шығамыз. Бетіне осылай күнжурт сеуіп шықсаңыздар, өте әдемі болып көрінеді. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз дайын болды. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта менің каналымнан қандай рецепт күтесіздер, соны комментарияға қалдырып өтсеңіздер, сіздермен бірге міндетті түрде жасап көретін боламыз.